сіз Атырау облысындағы, енді мен республиканы білмеймін, дипломы бар асаба деген атыңыз бар, иә? Иә, Ресейге 2 рет бардық, 75 қаладан, 5 елден неше түрлі шоумендер келді. Енді оларға қарап, деңгейімізді өсіруге тырыстық. Содан кейін менің гонорарым өсті. Ең бірінші деп ойлаймын, Қазақстанда емес, Атырауда. Тойды өзгерту керек қалай? 15-ке дейін мүмкін. Біз сол анекдот айтушы, сондай асаба болдық. 20 жыл, 20 мың сағат уақытым осы тойға кетті. Алюмин жинап жүрдік, ауылда шөлмек жинап сатып, киерге киім болған жоқ, қиын болды. Кірпішті кәдімгі ұрлап сатамыз да. Түнде ұрлаймыз, күндіз сатамыз. Прожектор жанса тығып қаламыз. Сіз қайтып шығамыз. Қол деген күс біреу танитын группаластарын көрсе амандасып қоя аласың. Бір айда 10 мың теңге алатын шығармын официант болып. Сол маған қатты әсер етті. Керемет әкем деп айтамын. Әр адам елге, қоғамға пайда тигізу керек. Ол үшін өз саласын үздігі болу керек. Алла өмір беріп тұрма, алға батпақта жатсаң да, сол батпақтан шығуға тырысу керек. Бәрі мүмкін. Өзіңізге сеніңіз, Алладан сұраңыз және әрекет етіңіз. Сәлем достар, әдеттегіше бәрі мүмкін хабарының кезекті шығарылымы. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Қуандық Досболат. Қош келдіңіз. Рахмет. Көпшілігіңізге Қуандық шоумен есімімен танымалсыз. Қазір Инстаграм парақшасында, жаңа сіздің парақшаңызды қарап отырсам, 20 жылға жоқ той шараларын басқардым, мыңдаған тойларды өткіздім. Мен жүргізген хабар мәңгілік есте қалады деп керемет жарнама жасапсыз. Солай ма? Солай шығар. Историяда түрлі шабыт келгенде жаза береміз ғой. Биода ондай жазу жоқ сияқты. Сіздің бізде қазір асаба көп, шоумендер, тамадалар, продюсерлер көп. Сіздің артықшылығыңыз неде? Енді артықшылық ешкімді көшірмеу бірінші. Ешкімге ұқсамауға тырысам. 100% ешкімді көшіргенім жоқ осыған дейін. Мен ойымша кештің жұлдызы асаба емес, кештің жұлдызы сол 2 жас болу керек. 2 жастың төңірегінде болу керек тақырып. Махаббат төңірегінде, креативті, нестандартты, сондай стандартты емес, мен ойымша. Қазіргі той тақырыбына басталып тұр ғой тақырып. Сондықтан тойды өзгерту керек, мен ойымша. Тойды өзгерту керек қалай? Тойды мейлінше 400 адам барлығын сөйлетпей, бізде сондай тойлар бар алдымызда. 40-50 адамды ортаға шығарып, жаңағы ұзын-сонар артылек етпей, сол 40-50 адамның ішінен бір 4-5 представитель сөйлейтіндей ол. Ортаға әр әулеттен бір адамнан. Той тақырыбынан басталып тұр, мен ойлағам, жалпы барлық тақырыпты қамтитын шығармыз деп ойлаймын. Мен жалпы не үшін Қуандық шоумен, яғни сізді мен сұхбаттан көргім келді, өйткені сіз Атырау облысындағы, енді мен республиканы білмеймін, дипломы бар асаба деген атыңыз бар, иә? Иә, Ресейге 2 рет бардық, 75 қаладан, 5 елден неше түрлі шоумендер келді. Енді оларға қарап, деңгейімізді өсіруге тырыстық. Содан кейін менің гонорарым өсті. Неге? Олар 10 мың доллар алу керек. Біз неге 100 мың алып жүруіміз керек деп. Қазіргі гонорарыңыз? 1000 доллардың төңірегі. Өз жұмысыңызға сіздің бір артықшылығыңыз, әлі ерекшелігіңіз деп айтайын, сіз жұмысыңызға өте шынайы қарайсыз, әлі таза қарайсыз. Және дайындықпен келесіз. Шынайы қарауға тырысам, бұл тапсырыс берушіге де байланысты. Тапсырыс беруші, мысалы, бұл үй салған сияқты ғой. Мысалы, тапсырыс беруші бригадан алады да өздерін бірден етіндер десе, бригада өз қолынан келетінін істейді. Ал егерде үй салушы адам дизайнерді жалдап, оған проектісін сызып беріп, керекті материалдарын алып беріп, сосын қасында жүріп көрсетсе, мына жерде мынаны көргім келеді, мына жерде мынаны көргім келеді деп салмақтарын барлығын сызып берсе, фигураларын, сол кезде үйдің іші де әдемі болады, жиһазға толы. Сондықтан мен той иелеріне айтам, ылғи
бұл бәрі сіздердің қалауларыңызға, сіздердің визуализацияларыңызға байланысты деп. Себебі біз қанша келіп тұрмыз деп, сіз Тұрсынбекті алып келіңіз, басқа белгілі актерларды алып келіңіз, атақты жұлдыздарды алып келіңіз, бірақ бәрі бірінші сізге байланысты деп. Кейде той иелері кездеспейді, жаңағы ақылдаспайды, өздері бәрін тауып қояды, сосын барып хабарласады. Мен айтамын, неге бізге хабарласпайсыз? Біздің де эксперттік мнениеміз бар, біздің де тәжірибеміз бар деп, бізде өзіміздің жаңағы үлесімізді қосар едік деп, сондай шынайы ұсыныстар болады. Кейбір той иелері естиді, кейбіреулер естімейді. Мысалы, жас жұбайлар кейбір тойда дайындыққа қатысады, кейбіреулер вообще қатыспайды. Сол кезде мен айтам, қатысқаны жақсы деп. Себебі жас жұбайлардың, жастардың ойы мүлдем бөлек. Тіпті кейбір жас жұбайлар той жасағысы келмейді, тойды мейлінше тоссыз өткізгісі келеді. Сондықтан да жастардың ой өрісі, олардың мнениесі өте маңызды. Енді өзіңіздің көңіліңізден шықпаған, енді көптеген той, мыңдаған тойлар өткізу, көңіліңізден мүлдем шықпаған, сіз ойлағандай болмады. Болды ма сондайлар? Болады, міндетті түрде. Ондай кезде не істейсіз? Ондай кезде жоқтан бар жасаймыз. Сол жаңағы 2010, 12, 13-ке дейін, 15-ке дейін мүмкін. Біз сол анекдот айтушы, сондай асаба болдық. Сол 15-ші жылы Жанна Аубакирова деген ханымды Астанадан шақырып, бір форум жасадық. Сол кезден бастап менің көз қарасым өзгерді. Бұл тойға біздің кейбір әріптестеріміз халтура деп айтады, мен бизнес сияқты қараймын. Себебі 20 жыл, 20 мың сағат уақытым осы тойға кетті. Сондықтан мыңдаған адамдардың алдында выступать еттік. Әкім де бар, оның ішінде министр де бар, депутат та бар, прокурор да бар, ақын да, жазушы да бар. Дайындаласыз? Дайындаламын, бірақ бұл жерде көбіне тәжірибемен беделіміз, репутациямыз басымырақ болып кетеді дайындыққа қарағанда. Бұрын көп дайындалып, көп уайымдасақ, қазір көбірек уайымдап, азырақ дайындалып, көбірек кездесіп, біз қазір психолог сияқты ғой. Клиент неғұрлым сенімі зор, неғұрлым репутацияң жақсы, жеке брендің бар, соғұрлым клиентте сізге сенімді болады. Сізге сенімді болғасын, бәрі ойдағыдай өтеді. Ол кісі сенбесе, ол той ойдағыдай шықпайды. Сондықтан көбіне айтам, көп уайымдамаңыз, уайымға берілген тойда шықпай қалады. Шықпай қалған тойыңыздың ақшасын қайтарып берген кезіңіз болды ма? Бір рет болды, 100 мың теңге сұрады, 50 мың теңгесі қайтып бердім. Қуандық шоумен дейтін өзіңіздің жеке брендіңізді қазір қалыптастырдыңыз. Бұның артында қандай еңбек бар? Қалай келдіңіз? Біз қазір ондай терминдерді білмей тұрып бастап кеткенбіз ғой. 2016-да Мәскеу қаласына барып, сол шоумендердің неше түрін көрдік. Татуировкасы бар, құлағында бриллиант сырғасы бар, жаңағы мұрты былай Чапаевтікі сияқты өскен, неше түрін көрдік. Мускулисты, тақырбас, тағы басқа деген сияқты. Соларды көргеннен кейін менде бір жүйкемде жарылыс болды. Ойымда, миымда жарылыс болды. Мен шекарам кеңіді. Менде, значит, ол сияқты бір күні Дубайда, бір күні Комо көлінің жағасында, Италияда той жүргізгім келіп, арманым оянды. Себебі біздің масштабымыз тек Атыраумен ғана жүрген екенбіз, сондай слеттардан кейін алға деп. Содан кейін Асаба, Қуандық Асаба деген инстаграмды Қуандық шоуменге ауыстырдым. Ең бірінші деп ойлаймын, Қазақстанда емес, Атырауда. Қазақстанда мүмкін алғашқылардың бірі болып. Содан кейін қазір байқасам, көбі шоумен Асаба. Ол кезде барлығы Асаба, Тамада деп жүрді ғой. Шоумен дегеннен кейін кішкене шоу көрсетіп бастады. Мәскеуден алған ойындарымыз ең алғаш Атырауда экранмен жұмыс жасап, интервью, подстава интервью дегендер. Қазір олар қалды, бірақ арасында сұрайды, сол уақытта 18-17 жыл көрген клиенттер әлі де сұрайды. Сондайларыңыз бар еді ғой, жасап бересіз ба? Мен айтам, ол қалды ғой, бізде жаңасы шығып жатыр қазір деген сияқты. Яғни сол жеке брендті білмей тұрып, біз жеке брендті бастап кеткенбіз ғой. Каждый тойды түсіре берген, сөйтсек ол клиенттерге, потенциальный клиенттерге қызық екен деп. Қуандық, туған жеріңіз, қайдан бастадыңыз? Сіз кімсіз? Туған жерім Индер ауданы, Өрлік деген жер. 4 баламыз, мен үлкенімін. Әке, анам мұғалімдер, әкем кәсіпкер болды. 4 гектар алма ағашы болды, Кеңес одағынан қалған.
Алмағашта біздің қызықты күндеріміз өтті. 1-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейін. 99 жылы Атырауға көшіп келдік. Бала күнімізде ештеңеден тарлық көрген жоқпыз. Ауылдың қара баласы болып ойнап, күліп, сөйтіп жүрдік. Бірақ қалаға көшпегеннен кейін студент кезімізде өте көп қиындық көрдік. Қиындық болғанда енді 90-ның тоқырауы дейді ғой, сол қатты кризис болды. Анам 13 мың айлық алып жүрді, 13 мың теңге ме, 10 мың теңге ме сол кезде. Әкем завуч болды, завхоз болды, оның барлығы қалды. Қалаға келгеннен кейін базарда көкөніс сатты анам мен әкем, бір уақыттар, 1-2 жылдай. Біз көкөніс сатып тұратын болдық. Мамам сол сатып тұрған кезде есімде, алмаларды сүртіп жылтыратып қоямыз, сүртіп жатқан кезде. Ағайындар, бір танитын кісілер өтіп баратса, тез қарап, ұялып, тығылып қалады да, өткеннен кейін барып қайтып шығады сондай. Алюмин жинап жүрдік, ауылда шөлмек жинап сататын болды. Ауылда негізі бізге кәсіпке жақынбыз, інім екеуміз ең алғашқылардың бірі болып, Сеганы сатып алып, қаладан 5 мың теңге ме ол кезде тұрады. Ауылдағы цветной телевизор бар ғой, қазіргідей Samsung нелер жоқ ол кезде. Соған қосып, ауылдың балаларына біз 1 минутты 2 шөлмек па, сондайдан минутқа Сега деген қызмет көрсеттік. Бүкіл ауылдың балалары бөтелкемен толтырып алып келеді, біз жинап оны оптом сатып жібереміз. Сөйтіп алманы сатамыз, анекдот айтады, біз алма жерде шашып жатады ғой, алма ағашымыз болды. Олар анекдот айтады, біз алма береміз, сөйтіп. Сондай қызықтар болған негізі. Қиындық кездері де болды енді. 2001-2003 жылдары студент кезімізде киерге киім болған жоқ, қиын болды. Сол жаңа тойға барып, ағайындардың тойына барып бір өлең айтсақ, мектеп кезінен негізі өлең айтам. 5-ші сыныпта әнші балапанға қатыстым. Бірақ енді әнші, сахнаның әнші деп ондай қатты сахна ұнайды да, бірақ мен өзім деңгейім білемін енді. Мен звезда болатындай, Димаш болатындай, дағы басқа білмеймін ондай. Анамның сенімі болар, анам болады, сенен шығады, тамада боласың, ертең әнші боласың деп. Бала күнде анау живой эстрадалар тұрды ғой, соның қасында тұрып армандайтынмын, осындай менде болады, ертең өскенде деп. Сосын 2000 жылы 9 бітіріп музыка колледжіне түстік. Сол музыка колледжінде оқып жүріп, жаңағы өнерге деген маман ғашықтығым сахнаға деген одан сайын ұлғайды. Мен негізі терме классына түстім, бірақ термеге емес, мен вокалға барғам. Вокалға алған жоқ, себебі вокалда конкуренция қатты болды, и терме классында орын жетеді екен да. Ол кезде спрос аз ба, сондай студент жетпей жатыр ма? Сен оқы, содан соң ауысасың деді ғой. Мен әнші болып сахнада ән айтқым келіп барған ғой. Ол кезде Талғат Тұрлыхановтар, Звезда, Жұлдыз. Содан ауыспай қалдық, халық әнін бітіріп шықтық Сәулежан Пейсовадан. Бірақ енді өзімнің құштарлығым қатты халық әніне болмаған соң, сол экзаменге дейін жаттаймын. Экзаменнен соң қайталамаймын. Сөйтіп мен группаластарым 70 ән бітірген кезде, 70 әнмен 4 курс 100 әнмен, мен 20 әнмен бітіріп шықтым ғой. Себебі махаббатым болмаса ол нәрседен энергия жоқ, энергия болмаған соң фокус жоқ, фокус болмаған соң нәтижеде жоқ. Киерге киім болмаған кезіміз болды дедіңіз, сол сәттерді айтады ғой, қазіргі деңгейге, қандай деңгейге шықсаң да сол сәттер бәрібір сіздің тарихыңыз болып қалады ғой. Қалай шықтыңыз сол кездерден? Бәлкім қазіргі таңда да біздің хабарымызды көріп отырған бір адам бәлкім сондай күйде шығар. Ол да осындай танымал болғысы келеді, ол да осындай асаба шоумен болғысы келеді, жүргізуші болғысы келеді, бірақ не істерін білмейді. Сондай кезде қалай шықтыңыз сіз бұл ситуациядан? Болды. Сіз айтқансыз, мен көмір арқалап, жаңағы мына жеріме көмір түсіп келе жататын деген бір нелеріңізді. Есімде 2000 жылдары 99-да көшіп келдік. Біз мына Ақсайда птиц фабрика деген болды, соны бұздық. Ол жерден кірпішті кәдімгі ұрлап сатамыз да. Түнде ұрлаймыз, күндіз сатамыз. Орыстар түрлі жаңағы ақшасы бар кісілер келеді, біз соның басында жатып, өзіміздің объектіміз бар ғой, анда 10-12 цех бар, зауыттар бұрынғы Кеңес одағынан қалған. Біз өзіміздікі біткен уже басқаларға жаңағы бүкіл сол кезде Ақсайдағы бүкіл балалар жаңағы аш-жалаңаш деп айтайын, енді жағдайы төмен отбасылардың балалары келіп, сөйтіп алюминий сатып, сөйтіп жүрдік. Сосын 99 жылдар қыс салқын, газ келген жоқ ол кезде әлі. Үйге көмір жағатын ақша жоқ. Әкем жаңағы, біз подхоз деген жерде тұрамыз, Сымпыда. Әлі сол жерде тұрады әке-шешем.
сонда темір жол депосы бар. Сол депоға барып, пойыздар, вагондар немен көмірмен жүреді ғой. Соған барып, жаңағы әкем охранникпен келісіп, азғантай тиынын беріп, ол кезде білмеймін қанша тиын берді. Інім екеуміз, мен 15-темін, інім 14-те, әкем үшеуміз 3 мешок көмірмен кетеміз. Енді студентке 14-15 жастағы балаға 40-50 килограмм анау көбірек сыйғанша аласың ғой енді үйге. Одан бір шақырымдай жүріп келеміз үйге. Ананы тасу енді маған андай не болды? Көтеруге емес, больно болды просто. Неге біз өйстіп тасуымыз керек? Неге сатып алмаймыз бар? Неге түнде тығылып жүрміз? Прожектор жанса тығылып қаламыз. Сосын қайтып шығамыз. Прожектор бүйтіп айналып тұрады ғой деполарда. Сол кезде өзіме ант бердім, ешқашан мен бүйтіп ұрлап, тығылып жүрмеймін деп. Сол антым мүмкін өзімнің шешімім болған шығар. Сосын кейінірек проезд таба алмайсыз, көршіден сұрап аласың. 20 теңге, 15 теңге таба алмай, СМП-дан авангардқа жетіп қаламыз. Кешке ағай апайлардан сұраймыз, төмен курстың балдарынан сұрап аламыз. Сөйтіп обратно жетеміз, сөйтіп жүрдік 1-2 жыл. 1-2 жылдан кейін тойдың дәмін татып, ән айтып бастап, тойдан ақша тауып, 18 жастан, 17 жастан бастап өз кейін өзім киіп, өз ақшаммен сөйтіп жүрдік. Наоборот, үйге көмектесіп. Стройкада жасадық. Атырау деген Дастан деген қонақ үй бар ғой. Інім екеуміз соны салғанда, жазда сонда жұмыс жасап. Құрылысшы. Құрылысшы, құрылысшы, разнорабочий, көтеріп. Ол кезде крандар жоқ па екен деп ойлаймын да, қазір бәрі растворды кранмен көтереді ғой 5-ші этажға. Ол кезде біз носилкамен кәдімгі баспалдақпен раствор таситынбыз. Сосын жаңа құрылысты адам көп қой, шашап қаласың анда. Раствор тасисың, ракуши блок тасисың. Сосын пенопласттардың ортасына тығылып қаласың, ұйықтап қаласың. Сағатың жүрсе болды ғой. Енді себебі ешқандай ауыр жұмыста ешқандай мотивация жоқ, алатын бір ақша. Сен көп қажалы еңбек еткеннен сен ақшаң өсіп кетпейді. Яғни мимен жасау керек. Қазір білектің емес, білімнің заманы. Сондықтан қазіргі жас балалардың жұмысы дұрыс деп ойлаймын. Мобилограф болады, SMM басқа мимен жұмыс жасап көбірек ақша табуға мүмкіндіктер бар. Курс сатады, мобилографтың курсын сатады. Қазіргі заман мен ойымша масштаб етуге өте жақсы. Сіз кішкентай, міне, былай ойлап қарағанда аса қатты, мысалы, балалық шағыңыз жақсы өтті, қазіргі өмір салтыңыз жақсы да, кішкентай уақыт қой қиындық көрген. Сол сіздің қазіргі бүкіл өміріңізге жоспарлауға көп септігін тигізді, солай ма? Иә, солай деп айтуға болады. Енді мен жоспар дегенде мен суицид, жаңағы нумерология деген нәрселерді былай енді ғылым екенін білем, ондай қатты табынып, соны қатты артынан кетпесем де, бірақ өзіме келетін жерлерін білем. Физика сияқты ғылым ғой, астрология сияқты. Сонда төрттікмін. Төрттіктілер шынымен де дисциплина өте жоқ, менде дисциплина жағы өте нашар. Ұйқыны жақсы көремін, сондай кешігіп жүремін, ылғи бүгінде кешігіп келдім. Бірақ та қатты жоспарлаймын деп айта алмаймын. Бірақ жаңағы масштабын ойлап отырсам, стратегия, масштаб, мен қателіктерім өте көп. Мысалы, қателікті көбірек жасаған адам негізі жетістікке жетеді, бірақ бір қателікті 100 рет қайта алмау керек қой, ең бастысы. Экспериментті жақсы көремін, жаңашылдықты, креативті жақсы көремін, мүмкін төрттік ешкімге ұқсамайтын креативті деп айтылады ғой бұл ғылымдарда. Сосын студент кезімізде жаңағы стройкада жүріп, жаңа айттым ғой, інім екеуміз елдің барлығы сол кезде барлығында бірдей кілем, бірдей телевизор ғой ол кезде. Samsung, Philips деген телевизорлар шығады, Toshiba деген. Сол кезде інім телевизор алды 35 мың айлыққа, мен 35 мыңға диван алдым. Әйтеуір үйге бір нәрсе жапсырдық сол 17-18 жастарымызда. Бірақ үйге жететін кезде енді абай остановкасы ғой. Шығып тұрасың, қол деген күс-күс. Бір танитын группаластарын көрсе амандас қоя аласың. Қол деген цемент. Сондай. Сол кезде де арланатынмын, мен бүйтіп, неге бүйтіп жүрем деп. Тем более музыканттар, домбыра ұстайтын адамдар, мына кисті қатып кетеді, ауыр жұмыс жасауға болмайды деп бізді студент ағай апайларымыз айтатын, ауыр жұмыс жасамаңдар деп. Себебі сахнаның адамы нәзік болады деп. Сол студент кезімізде даяшы болдық, официант болдық. Маған сол шабыт берген нәрсе, сол кезде біз бір айлық стипендиямызға 2000 теңге алып жүрдік.
бір адамдар бір обед шығып кетеді да, а мен бір айда 10 000 теңге алатын шығармын официант болып. Сол маған қатты әсер етті. Мен неге ана кісінің орнында отырмаймын? Күні ертең қашан болса да мен отырам осы адам атында. Күшті ағалар келеді, андай күшті киініп. Біз студент кезімізде біреудің киімін киіп жүреміз, группаластыңдыкін киіп кетесің. Сондай кездер ғой. Менікін інім киеді деген сияқты. Сол кезде одежда навестен барып киім аламыз. Сөйтіп армандадым өзім. Ертең білмеймін, ішкі сезім болды сондай. Қашан болса да осы аға сияқты жарқырап келіп ресторанда отырам деген. Сондай. Аллаға шүкір жеттіңіз. Альхамдулилля, шүкір. Енді қазір сіз отбасылысыз, бала шағаңыз. Қандай сіз үшін қазіргі енді құндылықтар? Отбасыңыз, Құдайға шүкір, көп балалы әкесіз. Отбасына қарай ауыссақ. Ол да негізі адамның ішкі қалауынан болатын шығар. Сол бала күнінде индийский кино көп қарайтын болдым. Сонда индийский киноларда келіншегім әдемі болса, бір нәрсе болса деп сондай ойлайтынмын. Сосын 10 балам болса деп білмеймін, неге солай аузыма түскен 10 балам болса деп. Енді ол кезде ойламайсың ғой, баланы асырау, жауапкершілік бала күнде. Қазір 7 баламыз бар, альхамдулилля, шүкір. Келіншегіме де рахмет. Жалпы психологияда айтады, егер сен балаңа сенің махаббат жетіп жатыр ма, жетпей жатыр ма, соны білу үшін балаңнан сұрау керексің дейді. Балаң егер, я мен осындай жаңа сіз сияқты 10 балам болсын десе, демек ол балаға әкесі мен анасының махаббаты көп берілген. Мол, анасы мен әкесінің махаббатына, мейіріміне тойып өскен бала. Ал егер сен сол балаға дейді, бір үйдегі, мысалы 7 балаңыз, соны тәжірибе жасап көріңіз, әрқайсысына барып, неше балаң болғанын қалайсың деп. Егер сол айтса, менде 10 бала десе, демек ол балаға махаббат, внимание, все нормально деген сөз. А егер айтса, жоқ, мен тек қана бір бала, 2 бала десе, демек ол балаға жетпей жатыр бір нәрсе. Мен енді жаңағы психология бойынша мен де анамын ғой. Сосын сондай практика бар екен. Сіз 10 бала болсын дегенге қарағанда, сіз әкеңіз бен анаңыздың мейірім махаббатына тойып өскен бала болып тұрсыз. Қалай деп айтсам болады? Иә, таршылық көрген жоқпыз студент кезімізде. Ең бірінші Adidas, Montana деген Malvina джинсиларды киіп, жаңағы нағашым кәсіпкер, ол кезде КамАЗ жаңағы секер ауылда жоқ, ұндарды алып келеді, көршілердің бәрі бізден сұрайтын болды. Мен әжем баласы болдым, немеренің тұңғышы, әжемнің бауырында, әжемнің жаңағы ешкімнің ала жібін аттама деген өсиетін көріп өстім. Күніне 5-6 мезгіл шай ішетін болдық әжемен бірге. Шайды өте жақсы көремін. Қазір де сондаймын. Сүт қосылған қою қара шай дейсіз. Қосылған күрең шай. Иә. Бала тәрбиесінде қандай әкесіз? Керемет әкем деп айтамын мен. Шынымды айтайын. Уақытты өте уақыт жағы ғой сол. Бір миллиардерден сұрапты ғой. 5 баласы бар. Сіз балаңызға қалай көңіл бөлесіз деп. Сол маған қатты әсер етті. Бәріне қалай үлгересіз, сізде 1000 проекті, саяхаттап жүрсіз, ауылда болмайсыз деп. Сол кезде айтыпты ғой. Әр балама күніне тек 15 минут телефон бәрін алып тастаймын да, бір балаға 15 минуттан бөлем фокус деп. Еш нәрсе жасамаймын, екеуміз ойнаймыз, сурет саламыз. 15 минут, екіншісіне 15 минут, анаған 15 минут, бесеуіне 1 сағаттың үстінде уақыт деп. Менде сондай қағида, қазір мен болсам барынша фокус жасап отырсам, бірақ та үлгертпейді, шынымды айтайын. Мен сөйлесіп жатсаң, екіншісі келіп тұрады, егіз қыздарым бар, олар әке деп соғып тұрады, әке деп. Оларға айтқанбыз, Астанаға барамыз деп. Астанаға бардық қой, енді әлі сұрайды, қашан барамыз? Мен Астанада жүрміз десем, жоқ, Астана. Енді қатты керемет әкем деп айта алмаймын. Кейде уәдем кешігіп жатады, бір нәрсе алып беремін десем, уақытында емес. Болады ондай, барлық отбасыда болады деп ойлаймын. Бірақ енді бір курсқа қатыстырамын десем, қатыстырамын, футболға берем десем, берем. Мәселе сол түбегейлі соның түбіне жеткізу деп ойлаймын. Береміз, бір айдан кейін бермей қаламыз, сондай жерлері бар арасында. Біз көп көшіп қонып жүрдік. Соған байланысты мектептер ауыстырды балаларына. Негізінде қатты фокус керек, баламен ойнап отырып, телефонмен алаңдауға болмайды. Мысалы, біз қазір телефон, әлеуметтік желі деген бар. Болуға тырысып жүрген әкеміз, шынымды айтсақ. Мысалы, мен 4 балаға дейін ондай қатты жауапкершілік қатты сезінген жоқпын. Шырылдауық шегіртке деп айтады ғой. Крыловтың несінен аударған бар ғой, Абайдың.
Шырылдауық шегіртте думанда жүріп гүл айттап деймі. Сол сияқты біз 4 балаға дейін тойлап жүрдік, қалай өсіп қалған білмей қалдық. Сол егіз қызды болғанда келіншегіме қиын болды, шынымен. Қиын болды, ол жаңағы біреуін емізгенде екіншісі шыдамайды. Екеуі қатар емізу керек, қатар оны ұстап отыру керек. Екеуі бірдей бүлдіріп қояды, оның құйрығын жуу керек. Сол кезде көмектесіп, кішкене балаға дейін жауапкершілік, махаббат оянды. Сол 30 жастан кейін, 30 жасқа дейін мүлдем жауапкершілікті сезінгем жоқ, шынымды айтайын. Қазір сезіліп жатыр. Балалар өскен сайын запростары, олардың сөйлесіп қарасаң, мысалы, үлкен қызымыз біраз әңгімелер айтады қазір. Не қалайды, қандай өмірді қалай көреді. Екінші қызым уже не қалайтын біледі өмірде. Бірінші қызым мен сияқты 4-тік жаңағы қиялдап жүрді. Жаңа айтып жатырсыз ғой, мен сезген жоқпын деп. Бәлкім сізге сезіндірген жоқ, жолдасыңыз бүкіл сіздің жағдайыңызды жасады. Солай да шығар. Мен жолдасым өзіне көп алады. Көп алғанда жауапкершілікті көп алады. Отбасы деп, сосын мен келіншегіме айттым, саған даму керек, саған. Сөйтіп біздің Салтанат деген жобамыз дүниеге келді. Салтанат шоу ансамблі. Оған биыл 9 жыл болды. Алғаш тойға шығып, дірілдеп, уайымдап, 20 мың теңгеден бастағанбыз. Қазір Аллаға шүкір, қаладағы топ шоу балеттердің бірі. Сол енді келіншегім солай адамдармен сөйлесіп, той иелерімен сөйлесіп, сахнаға шығып, мүлдем мамандығы заңгер ғой, оның әнші емес. Сөйтіп сахна әншісі болып кеткеннен кейін, сахна әншісі болғанмен енді өнердің төңірегі, өнерпаз, сахнаның жұлдызы деп айта алмаймын. Бірақ анда бала жоқтар әнімен сөйтіп көп адамдармен араласады, тойға барғанда да клиенттері әртүрлі болады, психолог боласың, кім клиент не қалап тұр, соған қарай жоспар құрып программа ұсынамыз. Салтанат жобамызда 20 шақты адам бар, бишілер бар, биші жігіттер бар осы қаламызда. Той төңірегінде жігіттер мен қыздарды сахнаға шығарған топтардың біріміз, алғашқылардың бірі болып. Бізде қазір 5-6 жігітіміз, сосын 10-15 қызымыз бар. 2 состав дейді ғой, жаңа 16 қыз, 8-8-ден. Сосын 4-5 жігітіміз бар, биші. Координатор деген қызметтеріміз бар, Тұмар деген театрымыз бар, этно. Оны да бір Астанадан көріп, соларға ұқсатып жасадық, бірақ енді Атырауда, жаңалық Атырау үшін. Содан кейін шоу Black and White деген жобамыз бар. Ол жаңағы тоже Алматыда не балет деген шоу балет бар, Аксакалы деген, соған ұқсатып жасадық. Атырауда не жоқ, ана жаққа барып көргеннен кейін, о жақтағы бар нәрсені неге Атыраудан ашпасқа деген. Біз өзіміздің сферамыздағы, өзіміздің той төңірегіндегі боль дейді ғой, соны шешуге тырыстық, клиентке бір жаңашылдық болсын деп. Сол үшеуіне де қазір спроста алып тұрады клиенттер. Тапсырыс береді, кейбір адамдар сол жаңағы жігіттер үшін ғана алады, флешмоб үшін ғана алады деген сияқты. Жалпы осы той саласынан басқа тағы да қандай кәсіптеріңіз бар? Той саласынан басқа кәсібім жоқ. Сіз қазіргі таңда тойды арзандатпау мақсатында арнайы асабаларды оқытып жүрсіз. Мен қанша енді мына жеке даму, психология, нумерология, қанша курстарды көрсем де асабаларды оқытатын курсты білмейді екен. Бәлкім мен білмейтін шығар, әлде бар ма ол? Әлде сіз тұңғыш болып бұл салада оқып жатсыз ба? Асабалар туралы курстар бар. Бар ма? Мен өзім соның біреуіне қатысқам, Алматы қаласына барып. Бірақ мен мастер-классына барым, оның 1 айлық курсын алғам жоқ, себебі оны курсын өткізетін адамда өзім сияқты асаба. 18 жылы бизнес молодость деген российский бизнес прокачка дейді ғой, бизнес прокачкаға қатыстық, бизнес қауымдастық. Сол жерге барып бізде тапсырма болды. 2 айдың ішінде басқа саладан ақша табу керекпіз. Мен мысалы асабамын ба, басқа саладан. Қандай сала, қолымнан не келеді, ойланып, асабалардың курсын жасадық. 1 аптаның ішінде курсты дайындап, өзімнің білетіндерім қағазға түртіп, сосын шығарып, сөйтіп Instagram жобасын қосып, ішінде фотосессиясын қосып, сөйтіп алғашқы поток асабалар курсын жасадық. Сөйтіп 2 поток өтті, 2 науқан, бір 10-15 адам алдынан өтті, сертификат алып шықты, кәдімгідей. Менің печатыммен алдағы уақытта жоспарларыммен бөлісіп отырайын. Алдағы уақытта бір жаңа қырымнан танылғым келеді, тек асаба емес, жаңа коуч, тренер, наставник деген сияқты белгілі бір 3-4 адамды алып реалити шоу Инстаграмда
кәдімгі көрсетіп тікелей мынандай болды, точка А осындай, точка Б осындай нәтижеге жетті деген сияқты. Одан басқа да нишалар іздеудеміз, ізденістеміз, бірақ ең бастысы фокус кетіп қалмау керек. Тойға фокус кетіп қалса, бұл салада спорт сияқты. Фокус кетсе, нәтиже аз болады. Фокус көбірек болса, нәтиже көбірек болады. Ендеше эфирімізді қорытындылайық. Сізге бір ғана сұрақ, және соңғы сұрақ осы. Болашақ коуч, наставник ретінде қуандық. Бүгін үйде отырған, қайтсем екен, не істесем екен, мына кредитті қалай төлеймін, мына үйді қалай аламын, баламды қалай асыраймын, мынаны қалай жасаймын деп уайымдап отырған адамға не айта аласыз? Нақты бір 5 или 10. Қаншама қиын жағдай болса да, Алла өмір беріп тұрма, алға батпақта жатсаң да, сол батпақтан шығуға тырысу керек. Ақырғы деймін таусылғанша. Ең бірінші, Алланың әрбір берген күнін, Алланың берген сый деп біліңіз. Қазір тірісіз бе, соған шүкір айтыңыз. Екінші, алдыңызда қара су мен нан бар ма, соған шүкір айтыңыз. Мен студент күнімде проезім жоқ, ақшам жоқ, киім алатын ақша жоқ, бірақ ішкі сенім болды. Түбі күндердің күнінде менде мына адам сияқты мейрамханада отырамын, даяшы болып жүргенде. Осы адам сияқты менде көлігім болады деп, менде жақсы үйде тұрам деп, сондай арман болды ең бірінші. Сондықтан сеніңіз, армандаңыз және қанағат, осы бергеніне Алланы шүкір деп. Тірісіз ба, соған тәубе айтыңыз. Содан кейін жаңағы үлкен қиялдар, армандар болғаннан кейін соған жаңағы жүйелі түрде жұмыс жасаңыз. Еңбексіз еш нәрсе келмейді. Просто армандап, қиялдап жатуға болмайды. Және де қара жұмыс, білекпен жұмыс алысқа апармайды. Қай жерде энергия бар, сол жерге жүріңіз. Мысалы, қай нәрсені сүйесіз, мысалы, тамақ пісіруді сүйесіз, соны жасаңыз. Егер киімді жақсы көресіз, сол киіммен айналысыңыз. Егер де ән айтқыңыз келе ме, дәрігерді жақсы көресіз, дәрігерлікпен жүріңіз. Өзіңізге ұнайтын салада, өзіңізге энергия беретін саламен ғана айналысыңыз. Сондықтан өмір бір-ақ рет беріледі. Бұл өмірді өзіңізге ұнамайтын нәрсеге жұмсауға өмір бір-ақ рет беріледі. Сондықтан да бұл өмірде барлығын жасау керек қолдан келген. Әрекеті сізден, берекеті Алладан. Және бесіншісі, бәрі мүмкін. Өзіңізге сеніңіз, Алладан сұраңыз және әрекет етіңіз. Ешқашан Алладан үмітіңізді үзбеңіз. Қымбатты көрермен, жаңа ғана Қуандық мырза өз сөзінде айтқандай, бәрі мүмкін. Ендеше бәрі мүмкін екеніне сеніңіз. Сіздің армандарыңыз міндетті түрде орындалады. Ескерте кетейін, біздегі подписаться етіп жазылып кетіңіз және лайк басуды, коммент жазуды ұмытпаңыз.